Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге шоколадты анардың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады керек болады. Оны алдын ала ертіп аламыз. Немесе кез келген шоколадтың түрін қолдануға болады. Енді осы шоколадты ыстық суға салып ертіп аламыз. Алдын ала анарымызды осылай тазалап ашып аламыз. Енді кез келген формаға анарларымызды орналастырып шығамыз. Мен осындай 4 бұрышты формаға орналастырдым. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, кәдімгі кекстің ыдысына да орналастырсаңыздар болады. Анарларымызды орналастырып болдық. Енді еріген шоколадымызды дәл осылай анарларымыздың үстіне құйып шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген өздеріңізге қажетті рецепті таба аласыздар. Енді осы дайын болған шоколадты анарларымызды мұздатқышқа салып 20-25 минуттай қатқанша қатырып алатын боламыз. Мінекей, біздің шоколадты анарларымыз дайын. Енді оны формадан тарелкамызға салып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген үміттемін. Ал ас болсын, сіздермен болған Балжан. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.